Бір топ студент өздерінің профессорлерін қорқытуды шешті, бірақ кенеттен олардың араларында сайқымазақ бетпердесіндегі нағыз маньяк пайда болды. Бұл убийственный книжный клуб фильмі. Кеттік пе? Алисия есімді жас қыз шашылған кітаптарға жанармай құяды, сондай-ақ өзінің анасына да. Содан кейін бәрін өртеп жібереді. 6 жыл өтеді. Біз әртүрлі ойын-сауықтарды ұнататын бір топ жастарды кездестіреміз. Бұл Анхела, және ол клоундар туралы видеоны қарап отыр. Ал мынау оның жігіті Нанда. Бұл қыздың есімі Сара, ал мына мотоциклдегі крутой жігіт Рай. Ол Сараның бойфренді. Міне Кольдо есімді жергілікті блогер. Бұл кітапханашы Ева, бұл Виргиния, ал бұл Себас, және олардың барлығы сайқымазақтарға қызығады. Біздің барлық кейіпкерлеріміз кітап клубының кезекті отырысына жиналады. Ол маньяк сайқымазақтарға арналған. Жастар клоундар туралы қорқынышты кітаптардың бірін талқылайды, және гримдегі адамдар оларды қатты қорқытатынын түсінеді. Біз Нанда өзінің қызы Анхеланы Себастан қызғанатынын білеміз, дегенмен олар жай ғана достар. Үйде Анхела өзінің жаңа романын жазады. Ода шығармашылық дағдарыс жүріп жатыр, және ол тарауды ешқалай аяқтай алмай жатыр. Қыз клоундар туралы қорқынышты видеоларды тағы да көреді, және ол тышып қоя жаздайды. Келесі күні лекциядан кейін профессор Крузада Анхеладан кабинетіне кіріп кетуін өтінеді. Ол есікті құлыптайды да өзіне виски құяды, ал сосын оған жабыса бастайды. Анхела оған тойтарыс беріп, өзінің тарапына көптеген қорлық сөздерді тыңдауға мәжбүр болды. Нанда сүйіктісін жұбатуға тырысады. Сара да құрбысына қолдау көрсетеді. Бұл оқиға туралы қауесет бүкіл кітап клубына тарайды. Достар Анхелаға жиіркенішті профессорды тәртіпке салғалы жатқандарын жазады. Жастар бұл еркекке нағыз сайқымазақ пранкын ұйымдастыруды шешеді. Анхела профессор Крузатқа махаббат хатын жазады, ал оның достары клоундардың қорқынышты бетперделерін сатып алады. Түнде олар университетке жасырын кіріп, өздерінің жоспарларының бөлшектерін талқылайды. Кітапханадан әлде бір шу естіледі. Бұл Ева. Сөйсе, жігіттер оны абайсызда қамап тастаған екен. Еш нәрседен күдіктенбеген профессор өзіне вискиден құяды, және осы сәтте оның кабинетіне қорқынышты бетпердедегі адам кіріп келеді. Ер адам қашып кетуге тырысады, бірақ оның артынан қуғын ұйымдастырылады, және клоундар енді біреу емес, екеу, үшіншісі пайда болады. Ал сосын тағы да, және тағы да. Крузада қараңғы дәлізбен үрейлене асығуды. Әлдекім оған соққысын дарытады. Ер адам жаралы. Ол қашады да Анхеламен соқтығысады. Соның салдарынан үлкен биіктіктен құлап, өткір мүсінге жаншылады. Шошынған студенттер бетперделерін шешеді. Жағдайдың бұлай дамуына олар дайын емес еді. Олар жай ғана жиіркенішті профессорды қорқытпақ болған. Жастар өз қылмыстарының ізін жасырып, бұл жерде заңсыз еш нәрсе болмады деген түр жасауды ұйғарады. Олар өздерінің бетперделерін алауға тастап, бұл құпияны сақтап қалуға ант береді. Қорқынышты бетперделер өртене бастайды. Келесі күні университеттегілердің барлығы профессор Крузада туралы жаңалықтарды талқылап жатыр. Бұл жайында тіпті жаңалықтарда айтылуда. Полиция бұл кездейсоқ оқиға болды деген қорытындыға келеді. Дегенмен Анхела болған жайт үшін өзін кінәлайды. Студенттер лекцияларға баруларын жалғастырады. Олардың бірінде жастар кітап чатының администраторына әлде бір ессіз клоун лақабатты тұлғаның атанғанын көреді. Бұл оларды қатты қорқытады. Оның үстіне бұл адам чатта профессордың өлімі деп аталатын өзінің кітабының бірінші тарауын жазады. Автор студенттерді бұл қылмыстары үшін жазалайтынын, және олардың әрқайсысы өз кітабының әр тарауында өлетінін хабарлайды. Жастар жанжалдасып, бір-бірлерін кінәлай бастайды. Авторы олардың араларындағы біреу екені анық. Бірақ кім? Бәрінен күдіктенуге болады. Көп ұзамай Анхелада галлюцинация басталады. Бірақ бұл жай ғана Сара. Клоун өзінің кітабының екінші тарауын жариялайды. Онда Виргинияның өлімі сипатталған. Студенттер бірден оны іздей бастайды, және оның үйде түнемегенін біледі. Сөйсе, қыз қашып кетуге тырысыпты, алайда автобус аялдамасында оған клоунның бетпердесіндегі маньяк шабуылдаған. Виргиния жақын маңдағы қараусыз қалған жатақханаға жүгірді, бірақ сайқымазақ оны бәрібір қуып жетіп жазалады. Студенттер сол жатақхананы тауып алады, және қабырғадағы жазбаны көреді. Жалғасы бар. Ева клоунды табуды ұсынады. Бұл анық университеттегілердің бірі. Бұл адам қорқыныш жанрын сүйетін сияқты. Көп оқиды және клоундарды жақсы көреді. Ева кітапханашы, ал демек әр оқырманның жеке файлын тексере алады.
тізім жасап барлығынан жауап алу қажет. Бірақ тек күдіктілердің саны небәрі 6 және бұл олардың өздері. Сондықтан бір-бірлеріне сенулерінің қажеті жоқ. Анхелаға ессіз клоунынан хабарлама келеді. Шамасы ол оны бақылап тұрған сияқты. Қыз кітап сөрелерінің бойымен кел жатыр және кенеттен оған клоун бетпердесіндегі адам атылады. Анхела сөрелердің бірінің артына тығылады, бірақ клоун оны тауып алады және қуғын жалғасады. Анхела қаша жөнеледі және Нанданың құшағына тап болады. Олардың қастарында клоунның бетпердесі жатыр және жастар оны тозақ кітабының авторына санайды. Жігітті әрі қуып жібереді. Ал Себас қызды тынышталдырады. Шамасы ол оған ғашық сияқты. Студенттер Нанда жұмыс жасайтын барға барады. Ессіз клоун өз кітабының 3-ші тарауын жазады. Онда Рай мерт болуы керек. Осы сәтте жігітке клоун бетпердесіндегі адам жақындайды. Рай одан қорықпайды және бетпердесін шешуді талап етеді. Клоун мұны жасайды және жігітке соққысын дарытады. Рай жерге құлайды. Автор оның денесін тастанды бассейнге жасырып қойғанын жазады. Студенттер сонда жүгіреді, бірақ Рай бұл жерде жоқ. Жастар Евадан күдіктенеді, өйткені ол олармен бірге барда болған жоқ. Бассейндегі үйілген жапырақтардың арасынан олар жалғасы бар деген жазу тауып алады. Кольдо ессіз клоун және оның қорқынышты кітабы туралы шығарылым жасайды. Сөйтсе автор дауыс беруді ұсыныпты. Онда келесі болып кімнің өлетінін таңдаулары қажет. Әзірше Анхела көш бастап тұр. Себас Анхеланы университеттің кафедраларының біріне жасырады. Оның артынан клоун бетпердесіндегі адам пайда болады. Бірақ шамасы бұл тағы да оның галлюцинациясы сияқты. Себас ессіз клоунның Алисия есімді қызға тіркелулі екенін айтады. Бір таңқаларлығы, Анхела 6 жыл бұрын жазған қорқынышты романның басты кейіпкерінің аты осындай болатын. Бұл Анхеланың өзінің онлайн құрбысы туралы шынайы оқиға еді. Алисия бұл кітап жайында білгенде Анхеладан кек алуды шешкен. Бірақ тек бұл қыз әлдеқашаннан бері марқұм. Олар анасы екеуі өрт кезінде қайтыс болған. Демек, оның клоун болуы мүмкін емес. Себас Анхеланы тынышталдырады. Оны сүйеді және оған өзінің махаббатын мойындайды. Қыз қарсылық танытпайды және жігіттің көйлегін шешеді. Осы сәтте Нандаға ессіз клоуннан хабарлама келеді. Ол жігіттің Анхеланы құтқаруына кеңес береді. Нанда клоунның нұсқауына ере отырып, мәйітханаға қатты ұқсайтын бөлмеге тап болады. Жігіт ақ қаптардың бірін ашып, ол жерден профессор Крузаданың денесін көреді. Бөлменің есігінен клоунның костюміндегі адам пайда болады. Нанда бастапқыда одан қашып кетуге тырысады, ал сосын оны аяғынан құлатып бетпердесін шешеді. Бірақ осы сәтте клоун өзінің қаруын қолына алады. Студенттерге ессіз клоуннан хабарлама келеді. Ол өз кітабының жаңа тарауын жазған және онда Нанда көз жұмады. Анхела ауруханаға асығады, дегенмен Нанда тірі әрі дін аман. Жігіт клоунның шынымен де оған шабуылдағанын айтады, бірақ өмірін қимаған, жай ғана естен тандырған. Кольдо тағы да тікелей эфирге шығады. Белгілі болғандай, ессіз клоун кітап жәрмеңкесінде пайда болғалы жатыр екен және өзінің барша жанкүйерлерінен клоунның бетпердесін киюлерін өтінеді. Ол жәрмеңкеде тікелей эфирге шығады және алаңдаулы студенттер оны табуға тырысып, барлығының бетперделерін шеше бастайды. Қобалжыған Сара қыздардың бірінің телефонын сындырып, полициядан жергілікті жылыжайға тығылады. Оның қасынан клоун бетпердесіндегі адам пайда болады. Сара оны баспалдақтан теуіп құлатады да қашып кетуге тырысады, бірақ жылыжайдың есігі құлыптаулы. Клоун қызды қуып жетіп, өзінің фирменный соққысын дарытады және ол субұрқаққа құлап түседі. Анхела барлығын мөлдір есіктің арғы жағынан көреді, ал клоун өзінің тікелей эфирін жүргізуін жалғастырады. Анхела жәрмеңкеге оралады және оның алдынан тағы да бір клоун пайда болады. Оның үстіне әлде бір қызыл нәрсе шашыраған және қарлығуда. Клоун жерге құлайды, одан бетпердені шешеді және бұның Кольдо екенін көреміз. Жігіт өмір белгілерін көрсетуді тоқтатады. Жәрмеңкеде дүрбелең басталып, Анхела есін жоғалтады. Қыз жедел жәрдем көлігінде өзіне келеді. Қасында алаңдаулы Нанда отыр. Анхелаға байланған Себастың суреті көрсетілген хабарлама келеді. Нанда клоунды Ева деп ойлайды. Анхела бұған сенімсіз және өзінің досын құтқаруға жүгіреді. Ол жерден клоунның қаруын табады және оны шақырған жерге қарай беттейді. Онда Анхела Еваны табады. Қыз ауыр жарақат алған. Ол клоунның есімін айтуға тырысады, бірақ мұны жасап үлгермейді.
Анхела қаруын тағы да алып әрі қарай жүреді. Ол байлаулы Себасты табады. Жігіт өзіне келеді. Анхела одан арқандарды шешеді. Бөлмеден нан да пайда болады. Себас клоун осы екенін айтып айғайлайды. Жігіт олай емес екеніне сендіреді. Себас клоунның қаруын ұстайды. Бір соққы және нан да еденде. Себас қуана күлімдеп, клоун өзі болғанын хабарлайды және мұның бәрін тек ол үшін жасаған. Сөйтсе Себас барлығын мұқият жоспарлапты. Ол профессор Крузадаға махаббат жазбасын жіберген Анхеланың атынанмыз. Ал сосын клоун маньяктармен пранк ұйымдастыруды ұсынған. Негізінде профессорды ол ұрған және соның салдарынан ол үлкен биіктіктен құлаған. Ал сосын барша қалғандармен ісін аяқтаған. Анхела Себасқа оның психикалық ауру екенін айтады. Жігіт Алисия оның қызы болғанын мойындайды. Анхела жазған романның кесірінен ол есінен адасып, анасымен бірге өртте қайтыс болған. Қыз психопатты жаралап қашып кетуге тырысады. Ал Себас оның артынан қудалайды. Кенеттен біздің кейіпкеріміздің алдынан клоун пайда болады. Бұл не болғаны? Ол бетпердесін шешеді және біз Виргинияны көреміз. Қыз оның аты шын мәнінде Виргиния емес Алисия екенін хабарлайды. Сол кезде ол өрттен мерт болмаған құрбысынан кек алу үшін аман қалған. Бұл тозақтық романды олар Себаспен бірге ойлап тапқан. Ессіз жұптар олардың кітаптары оларға орасан үлкен танымалдылық әкелетініне сенімді. Бірақ олар бір бөлшекті жіберіп алды. Нан да аман қалды және жақсы бір соққының көмегімен Себасты баспалдақтан ұшырады. Анхела қашуға ұмтылады. Ал Алисия оның артынан қуады. Қыздар техникалық бөлмеге түседі және онда Анхела өзінің қарсыласын өртеп жібереді. Міне романның соңы. Университетке полиция келіп дәлелдерді жинайды. Анхела жаралы Нанданы зембілде көріп, оның қолынан ұстайды. 1 жыл өтеді. Жаңа профессор сиквел жанрындағы лекцияны оқиды. Өйткені қызықты бестселлерлердің жалғасы жиі болады. Біз Анхеланың жаңа шаш үлгісін көреміз және оның жігітінің де. Біздің кейіпкеріміз көшеге шығып, алдынан сайқымазақ костюміндегі клоунды көреді. Олар түбегейлі жалғыз қалады. Клоун бетпердесін сырғытады. Бұл Алисия. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз жаңа видеоларды бірінші болып тамашалай аласыз. Келесіде кездескенше.